Картошка, ой, котлет с картошкой. Hazır pişimiz az olsun bizge. Так. Konuşup da kaldım. Mamadır papa ekiyor canım. Bunları getirdim. Больница, роддомға. Мен бір бөлім арай деген босанған болатын. Екінші баласына. Сол больницада жатыр. Сол тамағына мынау барайын деп мамадар кеткен. Негізі 3 күн уже өтіп кетті. Biraz ұзақтау жататын болып тұр. Сол немене алып келіпсің? Сұрапты. Укроп пішсін депті. Ойланбай алды. Қазіргі кезде сөйтеді екен. Укроп пішкізеді екен. Типа укроп пішсе, сүт шыққанға ма, сүт көбейтеді дейма. Мен босанған кезде укроп ішті ешкім айтқан жоқ болатын. Ол кездерде мен 22-де босандым ғой. Ол кезде ондай айтпайтын. Вообще әр кезде әрқалай екен негізі. Бұрын мамадар босанған кезде айтады одарға сүт көбейту үшін грецкий орех же деп айтады екен. Сөйтіп айтыпты. Мен босанған кезде грецкий орех жеуге болмайды деді. Грецкий орех жесе пуч деді деп. Алма жеуге болмайды деп. Қазіргілерге сүт айтып жатыр екен. Укроп ішсін деп. Еще декабрь кезінде мен тағы бір бөлім босанған. Оған да сөйтіп укроп ішсін деп айтып. Тоже мама укроп апарған. Сол. Күшті негіз, кішкентай бала. Кішкентай баламыз жылау. Қазір өз қуанышпен мінет кетеміз өзі. Қиналып кетеміз. Көзден бақырып жылайтыны бар. Қарадан қарап. Жолда әрсі мен айттым ғой. Чашын аламыз, мен өзім сонымен байланыстырамын. Чашын алғаннан кейін жылайтыны бар. Күштікпен котлет. Мама жасаған. Қуаныш дейді ғой деп котлет жасады. Роддомға да котлет алып кетті. Бүгін марттың 4-ті. Бұйырса 15-інде тест тапсырам. 14-інде. 14-інде болады. Четверг қай күн болады? 14-інде. 10 күн қалды. Өзімше вождение үйренейін деп. Оқыдым ғой вождениені. Оқығанда мен. Алина деген қыз екеуміз барамыз. Автошколаға. Ең басында жазып сұрастық. Жотам. Қалай деп. Неше түрлі нелерді жібердім. Типа онлайн оқуға болады. Барып келіп оқуға болады деп. Ойланып. Жазасайық дегенде. Удостоверение жіберді қояды. Күдіктен қалдым. Барып сөйлестік деп ана Аминаға. Барып сөйлестік. Содан жерде отырған қыз. Түсіндіріп немнетті да. Біз білмейміз енді қайсысын оқысақ дұрыс десек. Ускоренный оқыңдар, ускоренный күшті деп. Типа ускоренный оқысаң сен оқыды деген сертификатын уже шығып қояды. Ал егер сен барып келіп оқысаң 2,5 ай оқисың, пока бітіресің, бітіргеннен кейін ол сертификат біраз уақыттан кейін бірақ дайын болады деп. Сосын
жаретти ускоренный ускорить деп. Бірақ бір-екі рет барып көрдік біз. Алина бар көрсе бола ма деп. Өзі барып үстіп оқысы келді. Соны 2-3 рет даже бардық. Бір рет мен жалғыз бардым еще. Алина күйеуі командировкаға кетіп. Соң келесі жолдар тағы да Алина бара алмаймын деп үстіне емлетті. Соң тағы да жалғыз барғым келген жоқ. Сосын мен Алинаға айттым, лучше давай сертификатымызды алайық та тестап көріп деп. Мен әлі үйде отырмын ғой. Ана кітап берді бізге, кітабын да оқыдым, тестін да қарадым вроде. Теория жағынан бәрі түсінікті да маған. Вообще машина жүргізіп көрмеген мен. Сол уайым болып жүр. Тесттен өтіп жатса бұйырып. Машинаға отырып, вообще не знаю. Рульдан басқан ештеңкесін білмеймін. Әйтеуір руль, тормоз, сцепление, газ деген нәрселер білемін да. Вот как? Қалай оны жүргізеді? Ашу. Мен баяғыда мектепте бізде 9-10 класстарда ме, 11-лерде ме, УПК деген ба бірдеңке болатын. Сол кезде немен ететін. Кейбірі вождение оқитын, парикмахер оқиды, повар оқиды деген секілді. Сол кезде біз вождение оқығанымыз үшін. То вождение оқығанда бізде вождениедан физикадан беретін бір Қадырбек деген бір аға болған. Сол кісі берді да. Біз особо барып отыратын, біз ойнап, біз алдымызға. Бір-екі рет шығар. Тест шешейік деп ағай. Тест шешкенбіз, ана кітап бойынша. Бір қызыл кітап болған бізде сатып алғанбыз. Сол кітаптың тестін шешкенбіз. Одан кейін бір қайта берейікші деп қайтып жүрдік па, есімде жоқ. Бір оқыды деген қағаз алып алған мен. Соны ол тоқа 10 жылға жарайды деген нәрсе естігем. Қалды сол. Енді осы жол тоже ақша төледік қой. Ақшам далаға кетпесін деп өзімше енді бірдеңке қылып үйрену керек болып жүр. Қазір еще мен етеді екен, пока тест өтпегенше вождение үйрететін инструктор номерін бермейді екен. Тест өтесің, содан кейін барып вождение жүргізіп үйренеді екенсің. Мен де чай с молоком ішіп отырмын. Нетенде ойынбен күтті. Сол вождение неге үйренмейтін деп жүр. Бір жағынан менде доставкалар бар. Подгузник доставка. Папаға қара қалам. Бір жағынан баламен жүргенде неме екен. Машинаң болса деп ойлап кетесің кейде. Праздниктерде болсын, бір жерге барған кезде өзім. Папа кейде жаяу барам дей қалады. Сол кезде ой деп. Жазда алады, колескаға отырғызып алып, сүйреп жүре бересің ғой. Удобно. Қыста шана бар. Бірақ шанамен көп жүрмейміз. Қиын ауыр өзі шана деген. Сол больницаға барсақ та, папамен барса деп қара қаласын. Папа жоқ кезде біз бір таксимен баратынбыз. Қиын болып кетеді. Сондай мақсат үйренісу деген.
Солай жағдай бұйырса үйренерміз деп ойлап қоямын енді. Еще біз барып бір-екі рет барып оқыған кезде бір үлкен бір апай бар. Апай болған. Бізде үлкендерде оқып жүр ғой деп кім екеуміз, Алина екеуміз. Бірдеңке болатын шығар деп қоямыз енді. Ол кісімен мен еще бір рет сөйлескен кезде күйеуімді, ұлымда машинаға қызықпайды дейді. Мен өзім немерелерім үшін үйренгім келіп жүр деп. Тоже енді баласын ары бер, немерелерін ары бер сабаққа, садикке апарғанға деп сөйтеді. Сол еще бір тура сол күні сабақ өткен кезде бір неше түрлі бір тема берді. Ол пешеход туралы. Сен пешеходты былай ана жерде қақып кетсең, мына жерде қақып кетсең деген секілді. Пешеходтардың территориясында сен оны қақып кетсең, типа пешеход прав болады, анау мынау деген секілді. Соны апай айтып қойды. Біз өзі бәр жерде пешеход прав, біз ана водитель виноват деп біз өзі немене пешеход болып қалып қойып жүрмейік деп. Сол. Солай. 14 күні сағат 12:30-да сонға барамын. Сол тестімді қарап қоямын анда-санда. Осы жақын арада тест тапсырғандарыңыз бар ма? Қалай екен жаза кетсеңіздер. Андай немене приложение бар ғой? Жоқ, бір тура сондай келетін тесттер деген бір. Тест қарап жүрмін ғой. Тура сондай сұрақтар келе екен. Кім тапсырды? Сол. Неге содар келеді дейді енді білмеймін. Және маған келгенде мен өзім қырсықпын. Қырсық қалмаса. Сол. Пока қуаныш оян кетпесе, оян кетпей тұрып тамақ ішіп аламын. Солай енді. Атыс жүк ұстау керек қазір. Демалып, тест қарап отыра қалу керек. Кездескенше.